Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 28-ші сабақ. Ұзындықтың өлшем бірліктері. Ұзындықтың өлшем бірліктерін түрлендіруді, ұзындықтың мәндерін салыстыруды үйренеміз. Бірінші есеп А нұсқасы. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Суретте ұзын көк жолақша көрсетілген, 10 сантиметр 1 дециметрге тең екен. Немесе 1 дециметріміз ол 10 сантиметрге тең болады екен. Енді сұрақтарға жауап берейік. Таңдап алған өлшеуіш 1 сантиметр жолақшаның бойына қанша рет салынды? Таңдап алған өлшеуіш 1 сантиметр жолақшаның бойына 10 рет салынған екен, санап шықсақ. Екінші сұрақ, жолақшаның ұзындығы неше сантиметр дейді. Жолақшаның ұзындығы 10 рет салынған болса, яғни 10 сантиметр, Жолақшаның ұзындығы неше дециметр? Жолақшаның ұзындығы 1 дециметр, себебі 10 сантиметр 1 дециметрге тең екен. Ә нұсқасы, егер таңдап алған өлшеуіш 1 дециметр таспаудың бойына 10 рет салынса, оның ұзындығы қандай болады? Бұл неше дециметр, неше сантиметр? Яғни, мына таспаудың бойына 1 дециметрлік таңдап алған өлшеуішті салып шықсақ, міне 10 рет салынсақ, 10 дециметр болады екен, Өлшеуіш 1 дециметр. Таспаудың бойына 10 рет салынса, 10 дециметр болады. 10 дециметріміз бізде 100 сантиметр болады екен, Себебі 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Мінекей, осылай есептеп жазып аламыз, 10 рет салғанда 10 дециметр болады, ал 10 дециметріміз ол 100 сантиметрге тең болады екен. Келесі, мына ережені оқып, есте сақтап алайық. 10 дециметр ұзындықтың жаңа өлшем бірлігі 1 метрді құрайды. Яғни 1 метрде 10 дециметр бар, Осыны есте сақтап алайық. 1 метрде 10 дециметр бар. Ал 1 метрде 100 сантиметр болады екен. Екінші есеп. А нұсқасы, көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді. 1 метріміз біз жаңа ережеде өткенде 100 сантиметрге тең. 2 метр 6 дециметріміз 26 дециметр болады, Себебі 1 метрде 10 дециметр бар. 2 метрде 20 дециметр болады. Оған 6-ны қоссақ 26 дециметр болады. Одан кейін 6 дециметр 2 сантиметріміз 62 сантиметрге тең. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 6 дециметрде 60 сантиметр, 60-қа 2-ні қосамыз, сонда 62 сантиметр болады. 39 сантиметр дегеніміз 3 дециметр 9 сантиметрге тең. Енді салыстыр дейді нұсқасы. 4 дециметр ол 40 сантиметрге тең болады. 1 метріміз 100 сантиметрге тең болады екен, 68 сантиметр кіші 6 дециметр 9 сантиметрден 4 дециметр 8 сантиметріміз 48 сантиметрге тең болады екен. Келесі, үшінші есеп. Есепті шығар. Стадиондағы жүгіру жолының ұзындығы 91 метр, ал спортзалдағы 62 метр. Спортзалға қарағанда стадиондағы жүгіру жолы қанша ұзын дейді. Яғни берілген стадион 91 метр, спортзал 62 метр деп жазамыз. Енді неше метрге ұзын екен табамыз, спортзалға қарағандағы стадиондағы жүгіру жолын. Оны табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен сан бізде 91 метр, кіші сан 62 метр. 91-ден 62-ні азайтсақ, тең 29 метр болады екен, Жауабы бізде спортзалға қарағанда стадиондағы жүгіру жолы 29 метрге ұзын болады. Мінекей есептің берілгенін осылай жазып, азайтып, тауып аламыз неше метрге ұзын екенін. Келесі, төртінші есеп. 6 дециметр шығу үшін 1 метрді неше сантиметрге кеміту керек? Яғни, 6 дециметр шығу үшін біз алдымен түрлендіріп аламыз, 1 метрде бізде 10 дециметр бар. Яғни, 10 дециметрден 6 дециметрді азайтамыз. Сол кезде тең 4 дециметр қалады екен, Сонда 4 дециметріміз бізде ол 40 сантиметрге тең. Яғни, біз 1 метрді 40 сантиметрге кемітсек, 6 дециметр қалады екен. Яғни, осы ұзындықтың өлшем бірліктерін жаттап алу арқылы осындай есептерді оңай шығарамыз. 1 метрде 10 дециметр немесе 100 сантиметр болады екен, Келесі, бесінші есеп. А нұсқасы, көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді.
7 дециметр 8 сантиметріміз бізде тең болады 78 сантиметр, я? 7 сантиметріміз тең болады 7 дециметр 0 сантиметрге. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар, я? Ә нұсқасы 7 дециметр 9 сантиметр. 9 дециметр 7 сантиметр екеуін салыстырамыз. Бізде 9 дециметр 7 сантиметр үлкен болды, я? Себебі ол 97 сантиметр. Ал 7 дециметр 9 сантиметріміз 79. 79 97-ден кем екен. 5 метріміз 50 дециметрге тең болады. Себебі 1 метрде 10 дециметр. 6-шы есеп. Қай сынық сызықтың ұзындығы қызыл түсті кесіндінің ұзындығына тең дейді. Бірінші қызыл түсті кесіндіні өлшеп аламыз, я? Оның ұзындығы 11 сантиметр екен. Енді мына сынық сызықтардың өлшемдерін өлшейміз. Қара сынық сызықтың өлшемдері 2 сантиметр, 3 сантиметр, 4 және 1 сантиметр екен. Жасылдығы 3, 2, 3, 2 және 1 сантиметрлік осындай кесінділерден құралған екен, я? Енді барлығын қосамыз. Қараныкі 2 қосу 4, қосу 3, қосу 1 тең, барлығы 10 сантиметр екен. Ал жасылдығы 2-ге 3-ті қосамыз 5, оған 3-ті қоссақ 8, оған 2-ні қоссақ 10, оған 1-ті қоссақ 11 екен. Яғни жауабы қызыл түсті кесіндінің ұзындығына жасыл түсті сынық сызықтың ұзындығы тең болады. Қазір біз қолданып жүрген сызғыш алғаш рет Францияда пайда болған. Оны тек ағаштан ғана жасаған дейді. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.